Қыздар, қалайсыздар? Бүгін болгарскийді қалай морозильникте сақтау керектігін көрсететін боламын. Бірінші болгарскийімізді тазалап аламыз, сосын жақсылап жуып аламыз. Осылай жуып, суын бәрін кетіріп шығамыз, осылай сілкіп. Сосын мен Покланның для заморозки деген пакетін алып, осылай сақтадым. Егерде сізде ондай болмаса, кәдімгі обычный пакетпен де сақтауға болады. Болгарскийімізді осылай бір-біріне кигізіп шығамыз. Менде осылай 3 штуктан 12 штуктай кетті. Міне осылай сақтап қоя бересіздер. Осылай көп сақтап қойыңыздар, сонда қыста фаршированный перец жасап жей бересіздер. Білесіздер, бұл перецтар, осындай болгарскийлар қымбат болады қыста. Міне екінші түрін осылай кесіп аламыз. Бұл сорпаға, тағы да соусқа, тағы басқа тамақтарға алып қоса беруіңізге болады. Міне осылай үстіп кесіп пакетімізге салып, бетін қатты жауып қоясыздар. Міне мен осылай 2 түрін сақтаймын. Осылай жасап көріңіздерші. Маған тіркеліңіздер, нравится басыңыздар, және комментарий қалдырыңыздар. Мені көргеніңізге рахмет.